Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұрғаным. Бүгін өте керемет, дәмді болып шығатын, үй жағдайда оңай жасалатын сырок дайындап үйренеміз. Міндетті түрде аяғына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге 500 грамм творог керек. Мен үйдің ірімшігін пайдаландым. Оған 100 грамм қант, кішкене ванильный сахар қосып, барлығын блендермен езіп шығамыз. Мен творогым кішкене құрақтау болды, сондықтан блендермен ездім. Негізі блендермен езбесе де болады. Творог жұмсақ болса, онда қасықтың немесе вилканың көмегімен бір келкі болғанша араластырамыз. Енді шоколадный соусымызды дайындаймыз. Ол үшін 50 грамм сары май, 80 грамм сүт және де бір ас қасық қантымызды салып, барлығын газда қайнатамыз. Қайнағаннан кейін 200 грамм шоколадтың үстіне ыстықтай құямыз, кішкене күтеміз, одан кейін барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Шоколадный соусты осы рецептпен жасасаңыз, сырогымыз магазиндағыдай дәмді болып шығады. Енді бұл соусымызды бөлме температурасында қойып қоямыз. Оған дейін сырогымызды жасаймыз. Менің творожный массам кішкене сұйықтау болды. Бұлай қасықтың көмегімен алып, бір шай қасық видеодағыдай формасын келтіреміз. Астына пищевая пленка төседім. Және де ішіне начинка салдым. Менде бір начинка замороженная малина болды, екінші начинка клубничная замороженное пюре болды. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша өздеріңізге ұнаған начинканы салсаңыздар болады, немесе салмаса да өте дәмді болып шығады. Видеода көрсетілгендей осындай форма жасап шығамыз. Осындай форма жасап болғаннан кейін, оны қатыру үшін астына ыдыс салып, үстіне пищевая пленка төсеп, осылай орналастырамыз. Барлығын жасап болғаннан кейін морозилкаға қатқанша салып қоямыз. Міне біздің сыроктарымыз қатып, дайын болып шықты. Өз формасын ұстап тұр. Енді оны тезірек шоколадный соусқа батырып шығамыз. Енді осылай шоколадный соус қатпай тұрғанда үстіне оформление жасауға болады. Мен малина мен шоколад сеуіп қойдым. Міне біздің үй жағдайында жасаған сыроктарымыз дайын болды. Бір жасағаннан шығады. Дәмі тура магазиндағыдай болып шығады, бірақ құрамы таза, табиғи. Еш қорықпай балаларыңызға бере бересіздер. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Мен каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын.